Біз қол күреске бара жатырмыз. Бүгін қол күрес тренировка жасаймыз залға барып. Оператор жігіт, мына жігіт, қазір көрсем. Айқын блогер деген жігіт. Қазір келеді, тренерлер барамыз. Келді. Кеттік Айқын. Жүр. Айқын, назад прыгай. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Ақниет қалай? Бағлан, қолыңда қой. Уағалейкум. Қалай жақсы ма? Шүкір жақсы. Опа. Ақниет форма қалай? Дайындық. Әбеге қалай форма? Тамаққа тойып алдым. Мен тамақ ішпедім, салат жеп, кішігірім не шықтым. Біз залға баратын жер Қазығұрттан 15 километр сыртта ауылда. Қызылқия деген ауылдың залы. Ал барадық. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to... Қызылқияның спорт кешені, қол күрес, бокс, күрес бәрі бар, тегін мектеп оқушыларына қол күреске. Абай кәсіпкерлері бар. Асыл оймады. Кәсіптен. Ассалаумағалейкум. Болды. Біз киім ауыстырамыз. Яқты өйренді. Травма алмау үшін осылай қыздырыну керек біраз. Сонда травма алмайсың. Сразу келіп көзуге болмайды. Қолың сына ма? Жарты сағат асықпай денен бәрін қыздыру керек. Сонда травма алмайды қолда. Сразу келіп күрестің, сразу ауырасың уже. Достар, видеоны бастамас бұрын лайк басып, спорттағы достарыңызға поделиться етіп, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің әрбір лайк, комментарийларыңыз бізге үлкен мотивация береді. Атам мықты. Ой, там жатық қой. Әр рахмет. Пока что разминка жасап, жайлап ауыр салмаққа шатын боламыз. Бүгінгі істеп жатқан тренировкамыз бицепске. Ол не только бицепсшіктер істейді, верховиктер де істейді. Жарыста қандай мықты верховик болсын да кіріп кететін адамдар табылады бәрібір. Қолың забиться етеді, басқа қылады. Бицепсті мықты қылу керек. Сондықтан верх істейтін адамдар бицепсті істеуді ұмытпаңыздар. Пока мына жерде 27 килограмм бола ма? 27 килограмм сал.
37 килограмм. Жақсы. Бұдан Кән. Ұрып. Бірақ мынандай тренировка жасайтын кезде сразу ауырға шығуды советовать етпеймін. Потому что белге нагрузка түсуі мүмкін, грыжа болады, басқа болады. Егер постоянно бұндай тренировка жасамай жүрсеңіздер, мынандай скоттар жасаған дұрыс болады. Ауыр салмаққа шықпай. Кейінгі жаттығуға өтейік. Максимальныйге шықпай-ақ қойып, бір 200 килограмм көтеріп, жұрттардың көзі секөт жүрген жар. Цеплин көп көтермеген 200 килограммды. Или көтерген ба? 170 ба? Цеплин көптен озбай-ақ қойып, орыстардың көзіне жаман көрініп. Кеттік, хап! Опа! Жақсы. 2 3 жақсы. Ал Ақниет. Ұрдың. Осымен, бір қол көтеміз ба? Қандай көтеміз? Бір қолға гантельмен ұрайық. Скотта. Кән Ақниет палуан. Ақниет өзіміздің шәкіртіміз. Қазір өзіміз жеңіп атыр. Чотам деп жеңеді осы жігіт. Он бір. Он бір рет. Бір қолға өтейік. Сразу. 20-дан бастайтын шығармыз? Мен 20. 20 бармыз ба? 20. Абеге бассаңыз. 20 килограммдық гантель. Сөйлер. Шілі асылсыңдар неге сендер? Ағын қанша көтергесің бұда? Бұл жаттығу защита. Атака жасайды, тосып алу, защитаға арналады бұл жаттығулар. Ақниетке. Жаттығу жасап жүрсеңіздер, 1-2 айдың ішінде результатын көресіздер. Өте жақсы жаттығу. Әсіресе бицепске көрсететіндерге. Кіргенге ұстап тұра береді қолдарыңыз. Екінші қолдар. Ағайындар, подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазақша контент көтерейік. Қазақтардың да каналын дамытайық. Қазақтың спортшыларын көрейік. Ол қайт көтерді? Баланс сайсында көпсін көтерді. Бүйтіп көтермеген үшін, мен тағы да бүйтіп көтеріп үйренген үшін. Нендей? Просто ларатқа оңай қойып қоямын. Қиын ба ларатқа? Болады істеге. Қалайсың да, бұлай ма? Иә. Ой, қолым. Бірақ салам алейкум болады қолды. Солардың кезінде 30 килограмм кеттім.
түстен кейін қаңғып жүрмейді да. Малына қарайды, кешкісін залға келеді. Дұрыс па залға? Тәрбие, нашақорлық, темекі шегу, қаңғу. Соның бәрін тоқтатады осы. Опана. Жақсы, жақсы. Кән Ақниет ұрдың. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 40 да қойса. 40 да қой. Екі адам тұр берместі, жаман тұр беріп қойғансыз. 45 килограмм. Бір қолға. Боласың 45, кері боласың. Ал 45 килограмм еттік. 45 килолық сергелер бар ма, жоқ па көкпарда? Бар ма? Әлі сол стандарт. Кетті бәрі 45. Страховкасы Жәнібек. Ақниет, страховка. Ауыр айтып отырмын ғой. 45 килограмм ұрдық. Бір қызды көтеріп алып тұрсыз ғой мен. Ау? Сол қыз демейсіз ба? Ақниет ұрдың. Нә, ұрамайсың, ұрасың. Страховка ма? Опа, ана! Сәлем сал, палуан, сәлем сал. Қалай 68 деп жүрмеді? 68 дедім осы мен. Абзалды қамшысымен да істейсің. Қан, мен көрдім. Страшно. Точно ма? Жай бір көрейінші, оң қол нормально. Сол қолыма ұрып алар. Бекен кезден стресс. Ауыр ғой, ә? Шалдарға болады. Тіспе. Опа! Опа! Ана, нормально екен. Елуден келдік қой. Ол осымен тоқтатайық. 50 килограмм, кеттік, Ақниет. Кән, 50 грамм, опа! Молодец. Что-то 60-қа көтеміз, болмадың ауызы. Кән. Авойла қолыңа ойла. 50 килограмм жаман емес. Өт, молодец. Жақсы. Оң қолың ауырып жүр ма? Кеше бірақ күрестік қой екеуміз оң қолда. Мен сол күрескен қолмен көтеріп жатырмын ғой, 45 килограммды. Ақниет, қара, давай. Ал кеттік. Егер осы алтын болса көтеріп ал десе, көтеріп аласың ғой, ап кетеді десе, көтеріп ап кеттесе. Кән, опа. Жаман емес 50 килограмм. Қолыңызға ойлаңыз. Сынып кетпесін, қатты тастап қойдыңыз. Ақниет, страхуй. Осыны айтамын, 50 килограмм алып көтеріп әкетті. Тренер көз жоқтығы біліп қалды. Қол кетіп қалса өз кеткен сәт болды уже. Жібере салу керек қой. Бірақ баяғыда берге қайтып жүріп қолсын сасынсын, кантель түсіп кетпесін деп жүреді. А бірақ қазір кантель түссе түссін қолсын басын. Кантельсін сасынсын. Опа! Ой, жаман. Страховать ет. Опа! Ұстама. Жеді. Алып ұстырамыз ба, жетіп ұстамыз ба? Нормально. Келесі тренер кеттік. Бұл басқасын өтек Ақниет қой. Неш білді? Сразу түрде безеден ғой. Маған ютубыма тіркелсеңіз көйге, тіркелгесіз ғой. Биыл Алматыда болады. Ертең жетісімен 9-да
1, 2, 3, 4. Киістің қиналып жатқан жоқ па? Жоқ. Локотты жинаса, локотың ашылып тұр ғой бүйтіп. Былай ма? Тағап ал да локотты. Маны жина. Тағап. Әке шапқан ғой. Әкесі шалдың аяғына бір екі мәрте темір сүрген де. Үйге салып. Шешесі сүрген де. Соңғы не болды? Мынауың дұрыс ұстамай жатсың ғой сен. Бүйтіп тұрсың ғой. Бұл киіз сынады одан. Отведениеңді жіберіп қоймашы, отведениеңді былай ұсташы қолды. Сен бүйтіп кетіп жатыр мынау, сынып жатыр. Үстін ұста. Жігіт мынау. Сынып кетіп жатыр ма отведениең? Kan, опа. Опа. Саған көбірек осы жаққа жұмыс істеу керек көрдің ба? Опа. Давай, киіз сынбасын. Сынбасын. Кетті уже. Жүрмей жатыр что-то. Қара, Ахмет бүйтіп істеу керек. Сен бүйтіп істесең мақта бірақ кесітке слабый трюк көрсетсің ба бірдеңе ғой сен? Опа! Басып тұр, ана жақта. Жоқ, ана жақта бассаң болды. Ағыл үшкеге орамыз ба? Арасы нұрай емес па? Соң ілесаш, соң ұрасаң бәрі. Мынаны көреміз ба? Тегі қарны үшкіле салды деймін. Наны ма? Әлі 4 плитан қосасың. Ахмет, мынаны орамыз ба? Қайсысын дейсің? Болды. 80 бұл. Намен орам деп жатсыз ба? Иә. Опа. Сюда ең андай ручкамен орамыз. Үлкені бар еді ғой. Но нормально, анау ішінде жуан емес па? Алақанынан қарса өзі толып тұр ғой өзі. Сол кішкентай ма? Яғын басып тұр. Я басым. Ана аяғымен тіреп тұр, алда жүзіп кетпесін. Бармады ма? Ұстап қалар ғой кәдімгідей. Барды бірақ. Ай, май. Ұста енді Ахмет. Бармады ма? Әшейін. Өтіп кетіп жатыр ғой баста.
оқ білән. Жақсы. Ағайындар, бүгінгі видеомыз осымен бітті. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, және видеоны поделиться деп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі қандай видео түсіру керек, ұнайды сіздерге түсіру керек, соны комментарияға жазып кетіңіздер.